Сәлем құрметті білім алушылар. Мен Нұрбергенов Ернұр Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі арнайы пәндер оқытушысы. Бүгін сендерге мынау құрылымның не екенін түсіндіремін. Бұл қосалқы станция. Қазақстанда осындай 200-дан астам қосалқы станция бар. Ал қосалқы станция деген не? Ол электр энергиясын беру және тарату жүйесінде қандай рөл атқарады? Қосалқы станция электр желісінің кернеу деңгейі әртүрлі бөліктерін байланыстырады. Кернеу екі нүкте арасындағы электрлік потенциал айырмасы, ол вольтпен өлшенеді. Егер кернеу болмаса, электр энергиясы да болмайды. Қосалқы станцияның негізгі қызметі: электр энергиясының кернеуін көтеру немесе төмендету. Ол біздің үйлерімізге жетпей тұрып, сонымен қатар ол электр энергиясының қай бағытпен жүретінін анықтап, оны қажетті жерге бағыттайды. Тағы бір маңызды қызметі электр желісін қорғау. Электр энергиясы генерация станциясынан біздің аудандарға жеткенше, оның кернеуі өзгеріп отырады. Ұзақ қашықтықтарға тасымалдау кезінде кернеу 735-000 вольтқа дейін жетуі мүмкін. Бұл өте жоғары кернеу. Үйдегі тұрмыстық құрылғылар 120 немесе 220 вольтпен жұмыс істейді. Бұл төмен кернеу. Жол бойында электр энергиясы бірнеше қосалқы станциядан өтеді, және әр станцияда кернеуі өзгертіледі. Осылайша қосалқы станциялар генерация станциясынан бастап біздің розеткаларға дейін кернеуді реттеп отырады. Ал қосалқы станцияның ішінде не болады? Электр энергиясы станцияға иілгіш өткізгіштер арқылы кіреді. Бұл тіректерге бекітілген кабельдер. Станция ішінде ол шиналар арқылы өтеді. Бұл әдетте үлкен әрі қатты өткізгіштер. Және басқа басты құрылғылар ол ажыратқыш, айырғыш және тағы да басқалары. Кернеу трансформаторы кернеуді өлшейді. Ал ток трансформаторы ток күшін ампермен өлшейді. Келесі құрылғы ажыратқыш. Ол электр желісін және станциядағы жабдықтарды қорғайды. Егер ақау пайда болса, ол электр тогын автоматты түрде ажыратады. Сондай-ақ техникалық қызмет көрсету кезінде оны қолмен де қосып өшіруге болады. Бұл үйдегі электр қалқанындағы автоматтық ажыратқыштарға ұқсайды. Әртүрлі модельдері бар, бірақ олардың барлығының қызметі бірдей. Айырғыш өте үлкен ажыратқыш құрылғы. Оның ашық немесе жабық екенін бірден көруге болады. Ол әртүрлі жерлерде қолданылады. Жабдықтарды желіден ажырату үшін, немесе электр энергиясына балама жол беру үшін. Күштік трансформатор. Қосалқы станцияның жүрегі. Осы үлкен жасыл қораптың ішінде кернеу көтеріледі немесе төмендетіледі. Мысалы, бұл жерде трансформатор кернеуді 220 000 вольттан 35 000 вольтқа дейін төмендетеді. Трансформатордың жанында найзағайдан қорғағыштар орналасқан. Олар трансформаторды артық кернеуден қорғайды. Трансформатордан шыққаннан кейін электр энергиясы тағы да шиналар, ажыратқыштар және айырғыштар арқылы өтіп келесі бағытқа жіберіледі. Электр энергиясы беру жүйесіндегі соңғы қосалқы станциядан жер асты немесе әуе кабельдері арқылы шығады. Көп жағдайда барлық операциялар автоматты түрде және қашықтан орындалады. Сондықтан қосалқы станциялар көбінесе бос тұрғандай көрінеді. Өз тәжірибеме келетін болсақ, мен Батыс Қазақстандағы алып қосалқы станциясында өндірістік тәжірибесінен Кегок компаниясынан өттім. Бұл жерде ең жоғары кернеу 500 000 вольт болатын, және бұл қосалқы станция тмд елдерінде жоқ кейбір құрылғылар бар. Сонымен бүгінгі видеомыз осымен тәмам, келесі кездескенше.